сын есім. Сын есім дегеніміз заттың түрін, түсін, сапасын, салмағын, көлемін білдіретін сөз табы. Қандай қай деген сұрақтарға жауап береді. Сын есім тұлғасына қарай негізгі және туынды болып екіге бөлінеді. Ал құрамына қарай сын есім дара және күрделі болады. Мағынасына қарай сапалық сын есім және қатыстық сын есім. Туынды сын есім жасайтын жұрнақтар. Есім сөздерден сын есім жасайды және етістіктен сын есім жасайтын жұрнақтар болады. Есім сөздерден сын есім жасайтын жұрнақтар. Етістіктен сын есім жасайтын жұрнақтар. Сын есімнің шырайлары. Екі заттың сын сипатының бір-бірінен артық немесе кем екенін көрсету үшін шырай қолданылады. Шырайдың 4 түрі болады. Жай шырай, салыстырмалы шырай, күшейтпелі шырай, асырмалы шырай. Жай шырай түрлерінің бәріне негіз болады. Оның арнайы грамматикалық көрсеткіштері, қосымшалары жоқ, түбір күйінде болады. Салыстырмалы шырай бір заттың сындық белгісін екінші затпен салыстырғанда кем не артық екенін білдіретін шырайдың түрі. Күшейтпелі шырай белгілі бір сындық белгінің бір нәрседен өте артық не өте кем екенін білдіретін шырайдың түрі. Ескерту, ақ, көк сөздерінің күшейтпелі шырай түрі төмендегідей болады. Әппақ, көкпеңбек. Асырмалы шырай сын есімнің күшейткіш істеуімен тым, өте, ең, аса, нақ тіркесуі арқылы жасалады. Сын есімнің сөйлемдегі қызметі. Сын есімнің заттануы. Сын есім өзінің сындық мағынасын сақтап, оның үстіне заттық мағынада ие бола алады және сөйлемде зат есім қызметін атқарады. Назарларыңызға рахмет.